ерекше дәмді болып шығатын Наполеон тортын жасаймыз. Салқын суға 1 жұмыртқа, жымшыл тұз, 1 ас қасық уксус құйып, жақсылап араластырып, холодильникке салып қоямыз. Менің каналымда көптеген рецепттер бар, салаттардың, торттардың, сондықтан менің каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басып кетіңіздер. Толық құрамын видеоның астына жазып қалдырамын. Сары майымыз холодильникте салқын болу керек. Үгіткіштен өткізіп, жақсылап ұнмен араластырамыз. Барлық майымызды үгіткіштен өткізіп алғаннан кейін ұнымызбен жақсылап майымызды араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін суымызды құйып, қамырымызды илеп аламыз. Стол үстімізге ұнымызды сеуіп, қамырымызды салып, тағы да қамырымызды илейміз. Қамырымызды 10 шақты бөлікке бөліп аламыз. Бөлген бөліктерімізді доңғалатып, тарелкаға ұн сеуіп, соның үстіне қойып шығып, бетін салафанмен жауып, 1-2 сағатқа тоңазытқышқа қойып аламыз. Тоңазытқыштан қамырымызды алып, жұқалап жайып, пеште пісіріп аламыз. Корждарымыз піскенше кремімізді дайындаймыз. Жұмыртқаға кукурузный крахмал немесе ұн қосамыз. Қант салып, араластырып, үстіне жарты сүтімізді құйып араластырамыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін, қалған сүтіміздің барлығын құйып, бір қалыпты болғанша араластырып алып, пешке қоямыз. Пешке қойғаннан кейін араластырып тұрамыз. Осылай қайнағанша араластырып алып, пештен алып, басқа ыдысқа құямыз. Басқа ыдысқа салқындату үшін құямыз. Бетін салафанмен бетіне кәдімгідей тигізіп тұрып жауып, кремімізді салқындатуға үй температурасында қойып қоямыз. Салқындаған кремімізді миксерлейміз. Миксерлеп тұрып, сары майымызды қосамыз. Жақсылап бір қалыпты болғанша сары майымызбен миксерлеп аламыз. Сары майымызды қосып миксерлейміз. Креміміз бір қалыпты болады. Ол шамалы сұйықтау болады. Тортымызды жинаймыз. Тортымызға 3-4 қасықтай құйып, бетін тегістеп, корждарымызды бірінің үстіне біріне қойып шығамыз. Тортымыз өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Тортымызды өздеріңіздің қалауыңызға қарауы әсемдеулеріңізге болады. Мен корждарымыздың жан-жағындағыларын үгітіп, сеуіп шықтым. Наполеон тортымыз өте дәмді және жұмсақ болып шығады. Жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Видеоны аса лайк басып, жаңадан рецепт журналын тіркеліп, қоңырау белгісін басып кетіңіздер.